Сәлем достар, бүгін мен сіздерге шынайы өмірге негізделіп шығарылған Notorious фильмін қысқаша айтып беретін болам. Мы не сможем изменить мир, пока не изменимся сами. 1983 жыл, Бруклин, Нью-Йорк. Бұл екі бала атақты болуды армандайды. Алайда көзілдірік тағатын Криске, сен өте семіз әрі ұсқынсызсың, сол үшін де атақты рэпер бола алмайсың дейді. Кристофер Уоллес сабағының барлығын беске оқиды. Ол Бед-Стей дейтін өте қауіпті аймақта тұрады. Сол үшін де анасы оны бір еліде алысқа жібермейді. Жолда оларға әкелері жолығып қалды, және де әкесі өзінің отбасына оралғысы келеді. Алайда әйелге ол да, оның арам ақшалары да қажет емес. Осылайша әкесі енді қайтып үйіне оралмайтын болады, және Кристоферді анасының бұл шешімін қолдайды. Келесі күні-ақ Кристофер әкесіне ызаланып, ол туралы рэп жаза бастады. Осы кезде бала көшеден өзінің өте сәнді киінген құрдастарын көріп, оқымысты әрі момын болып жүре бергісі келмейтінін түсінді. Осыдан кейін бала досы Дэвидке келіп, өзі айналысатын лас істерге үйретуді сұрады. Енді Кристофер есірткі тапсырмаларын қабылдайды, оны орындайды және сол үшін қомақты ақша табады. Енді Кристофер 17 жасқа толды. Ол әлі де лас істермен айналысып, қомақты ақша табуды жалғастыруда. Және жігіт үйінен мектепке шықпастан бұрын үйдің жоғарысына тығып қойған қымбат киімдерін киіп алады. Онымен қоса мектепте мұғалімдерді жиі мазақ қылады. Ал Кристоферді тақтаға шығарғанда, ол есептің барлығын шығарып тастайды. Себебі ол өте ақылды. Сонда мұғалімі, сен бұл түріңмен қоқыс тазалаушы боласың дейді. Сонда Кристофер жылдық мөлшермен қоқыс тазалаушының айлығы мұғалімнің айлығынан артық екенін дәлелдеп тастады. Осыдан кейін жігіт өзінің қызы Дженмен кездесті. Джен өзінің аяғының ауыр екенін айтты. Ал Кристофер басын сипап қалды. Ол досы Дэвид екеуі есірткімен айналысуын жалғастыруда. Ал бос уақытында Крис рэп оқиды. Оның шеберлігі туралы әңгіме ауданның арасына тарап кеткен. Және көп ұзамай оны Прима есімді рэпер батылға шақырды. Ал Кристофер болса көп адамның көзінше Приманың тас талқанын шығарды. Кристофер есірткімен айналысуын әлі де жалғастыруда. Енді ол көшеде есірткіні өзі сатпайды. Ол өзінің астына 4 адам қойып, күнінің барлығын ақша санаумен өткізеді. Алайда бұл күндер ұзаққа созылмады. Біздің Кристофер полицияға ұсталып, түрмеге түсіп қалды. Анасы болса ұлына, сен бұл бәлеге өзің жолықтың, енді өзің шық дейді. Енді Кристофер түрмеде ішіп пысқанда қайтадан рэп жаза бастады. Және де түрмеде отырып ол өзінің қызды болғанын естіді. Кристофер 9 айдан кейін түрмеден шығып, өзінің қызын алғаш рет қолына алды. Осыдан кейін ол бұрынғы жігіттермен жолығып, қызын асырау оңай емес екенін айтып, сол үшін де бұрынғы тірлікке қайтадан көшетінін айтты. Достары оның жаңа рэптерін тыңдап, оған тәнті болды. Және көп ұзамай жігіт продюсер Джон Компаспен жолықты. Сонда продюсер оған, сен есірткімен айналысуыңды доғаруың керек дейді. Себебі продюсерге күтпеген жерден түрмеге отырып қалатын адам керек емес. Және де жақсы жұмыс жасайтын болсақ, 2 жылдың ішінде миллионер боласың деп уәдесін берді. Алайда Дэвид пен Крис оның сөзін тыңдамай, кездесуден шыққаннан кейін есірткі саудалап жатқан жерінде полицияға ұсталып қалды. Полиция олардан есірткімен қоса қару-жарақты да тауып алған еді. Енді бұл заттардың иесіне ұзақ жылдарға түрмеге отыруға тура келеді. Ал бұл істі кім мойнына алатынын жігіттердің өздері шешу керек. Сонда досы Дэвид бұл істі өз мойныма аламын дейді. Себебі оның ойынша Кристофердің рэп арқылы жарыққа шығуға үлкен мүмкіндігі бар. Осылайша полицейлер Дэвидті түрмеге алып кетті. Осыдан кейін Крис Шонның продюсерлік орталығына келіп, өздерінің өлеңін жаза бастады. Әзірге ол универлердің сахнасында өнер көрсететін болады. Ешкімге танымал емес рэперді Notorious B.I.G. деп хабарлайды. Алғашында көрермендер жігітті наразылықпен қарсы алды. Алайда Крис өзінің өмір жолы туралы рэпін оқығанда тыңдармандар тәнті болды. Ал сахнаның сыртында оның өлеңін атақты рэпер Тупак тыңдап тұр. Ән айту барысында бір топ бала сахнаға шығып жанжал шығара бастады. Алайда бұл Кристің ойлап тапқан қойылымының бір түрі екен. Осылайша ол көрермендердің жүрегін толықтай жаулап алды. Және осыдан кейін Notorious Тупакпен жақын араласа бастады. Кезекті кездесудің бірінде анасы Криске қызыңа не үшін көңіл бөлмейсің деп айқайлап жатыр. Осы кезде продюсерлердің бірі Марк араласып, Кристің қолы шынымен де тимей жүргенін түсіндірді. Осыдан кейін анасы ұлына өзінің кеудесінде рак ісігі пайда болғанын айтып, 1 аптаның ішінде операция жасайтын туралы айтты. Алайда Крис жауапкершіліктен қашып, бұл әңгімені тыңдағысы келмей үйден шығып кетті. Сонда көлікке отырған кезде Марк Криске қарап, сен жақсы рэпер ғана емес, жақсы адам болуың керек дейді. Продюсер Шон Big Boy Records лейблін ашты. Және шаруасы жақсы жүріп жатқандықтан Кристің қолына қомақты ақшаның чегін ұстатты. Осы ақшаға Крис анасына операция жасатып, оны емдетіп алды.
Кристің әндерінің көбісі гангстерлердің өмірі туралы. Ол өзінің қызымен хабарласуына құлқы жоқ және студиядағы көп уақытын көңіл көтерумен өткізеді. Алайда микрофонға келгенде өте сапалы өлеңдер жазады. Осылайша Notorious B.I.G. рэпері жарыққа шықты. Оның алғашқы альбомы өлімге дайынмын деген атпен танылды. Енді Крис өзін өте маңызды адаммын деп есептейді. Жігіттің алғашқы альбомының шығу кешіне досы Тупак та келді. Осылайша Notorious'тың әндері бүкіл чаттың басында жүр. Ол өзінің продюсермен бірге журналдың беттерінде жиі жарық көреді. Дәл осы сәтте онымен теке тіресе алатын өзінің досы Тупак қана еді. Крис шығыс жағалаудың, ал Тупак батыс жағалаудың жұлдызы еді. Тупак өзінің досымен жолығу үшін оның студиясына келген. Алайда оларға Кристі ғимаратынан шыға бергенде біреулер шабуыл жасайды. Сонда Крис не болып жатқанын көруге келгенде бірнеше жерден жарақат алып қансырап жатқан Тупакты көреді. Тупак бұл жағдайда шығыс жағалаудың адамдары, яғни Notorious'тың адамдары ұйымдастырды деп есептейді. Осыдан кейін марапат алу кезінде Тупактың продюсері Кристі сатқын деп жариялайды. Осылайша батыс жағалау мен шығыс жағалаудың арасында қақтығыстар басталып кетті. Онымен қоса тілшілер де отқа май құюды. Олардың айтуынша Notorious'тың кім атты өлеңі Тупакқа жасалған шабуылға арналған сияқты. Алайда бұл шындыққа сай келмейтін ақпарат еді. Ал Тупак болса, бұған жауап ретінде Notorious'ты мазақ қылып рэп жазды. Алайда Крис жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін жауап ретінде рэп жазғысы келмейді. Кезекті бір марапаттау кешінің алдында Тупактың адамдары Криске хабарласып, оны өлтіріп кетуге дайын екендерін жеткізді. Осыдан кейін Notorious ашуланып, Тупак туралы да мазақ қылатын рэп жазамын деп шешті. Ғимараттан шыға берісте Тупак өзінің адамдарымен келіп Кристі балағаттай бастады. Осы жерде екі дос бұрынғы достықтарын қалпына келтіре алмайтындарын түсінді. Бүкіл рэп тыңдармандары екіге бөлінді. Бір жақ бөлігі батыс жағалауды қолдаса, екінші жағы шығыс жағалауды қолдайды. Және Тупак пен Notorious'тың арасындағы қақтығысты кім бастағаны туралы салғыласады. Кезекті өнерін көрсету кезінде Криске көрермендері наразылық көрсетті. Сонда Notorious кім атты өлеңін әдейі орындап, бұл өлеңнің Тупакқа мүлдем қатысы жоқ екенін айтты. 1996 жылы 13 қыркүйек Лас-Вегаста Тупактың көлігінде оның өлі денесі табылды. Оны белгісіз біреулер атып кеткен. Тупак сол сәтте небәрі 25 жаста еді. Осы кезде уайымдап анасы Криске хабарласып, өз-өзіне абай болуын сұрады. Ал көңіл күйі түсіп кеткен біздің батыр Тупакпен бірге айтқан әндерін тыңдап отыр. Осыдан кейін Крис көлігімен келе жатып абайсызда жол апатына ұшырады. Енді ол аяғы сынып ауруханада жатыр. Осы кезде оның ең жақын досы Дэвидті түрмеден шығарған екен. Дэвид досынан отбасы туралы сұрады. Және де Кристің отбасына көңіл бөлмейтінін естіп, сен жалғыз сахнада емес, өмірде де еркек болуға тиістісің дейді. Осыдан кейін Крис өмірге деген көзқарасын өзгертемін деп шешті. Және әйелі мен қызын қасына алды. Осылайша ол қызына көп көңіл бөлуге тырысады. Осыдан кейін ол продюсеріне келіп, өмірге деген көзқарасын өзгергенін және соған қарай репертуарын да өзгерткісі келетінін айтады. Арадағы қақтығысты доғару үшін Крис батыс жағалауға барып өзінің альбомындағы өлеңдерін орындап шыққысы келді. Ал бұны естіген анасы Криске хабарласып, өз-өзіңе абай бол дейді. 1997 жыл 8 наурыз батыс жағалауында жүрген Криске белгісіз біреулер хабарласып, оның бұл жерден тірі шықпайтынын ескертті. Алайда жігіт өзінің кешін өткізуден бас тартпады. Бүкіл атақты хип-хоп рэперлер жиналған кеш керемет өтуде. Алайда қауіпсіздік қызметкерлер келіп, ғимаратта шамадан тыс адамдар жүргендіктен кешті тоқтатуға тура келді. Осылайша қайтар жолда қызылға тоқтаған Кристоферді белгісіз адамдар келіп атып кетті. Достары оны ауруханаға алып барды. Алайда жарты сағаттың көлемінде Крис өмірден озды. Енді Кристің жерлеу рәсіміне оның жақын туыстарының барлығы келді. Анасы 25-ге толмаған баласын жерлеуге мәжбүр. Кристің денесін алып бара жатқан көліктерді қала тұрғындары құрметпен шығарып салуда. Осылайша Notorious B.I.G. өзінің екінші альбомы шыққанын көре алмай кетті. Оның екінші альбомы өлімнен кейінгі өмір деп аталған еді. Және де бұл альбом әлемге 10 миллион тиражбен тарап кетті. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Келесі видеоларымда бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз.